Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ешқандай қалдықсыз тез арада дайындалатын чебуреки дайындаймыз. Ол үшін бізге кәдімгі тұз суды ұнмен араластырып қамыр илеп аламыз. Артық ешқандай зат қоспаймыз. Тұз сумен ғана қамыр бастырып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Еленген қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Енді картошкамызбен сәбізімізді қайнатып аламыз. Және де бір пиязымызды төртбұрыштап турап аламыз. Егер балаларыңыз пияз жемесе, пиязды қоспай қоюға да болады. Бірақ пиязбен дәмдірек. Тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыштарымызды қосып, барлығын бірден езіп отырып араластырамыз. Мінекей, дайын болды. Енді еленген қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың қылмаймыз, орташа қалыңдықта қамырымызды жаямыз. Бұл чебурекидің ерекшелігі, біз кәдімгі қамырды мантыға кескендей етіп, төртбұрыштап кесе саламыз. Домалақтап отырмаймыз. Қазір жаз мезгілінде балалар көптеп қыдырып келіп жатады. Тез арада дайындап бере салғанға өте оңай болады. Әйтпесе домалақтап кесіп отырған ұзақ уақыт алады. Сол себепті де сіздерге осындай жеңіл жолын көрсетейін дедім. Мінекей, тура мантыға кескендей етіп төртбұрыштап кесіп аламыз. Қалған шетіндегі үшбұрыш қамырларында, осында арасындағы шет жақ қамырларында тастамаймыз, оны да пісіріп алатын боламыз майға. Мінекей, осылай жазып алып, ортасына бір қасықтан картошка сәбізімізді, начинкамызды салып, шетін вилкамен басып түйіп аламыз. Осы аралықта майларыңызды қыздырып қоя берсеңіздер, орташа отта қызып тұрған майымызға екі шетін бірдей аударып пісіріп аламыз. Тез ақ піседі, кәдімгі қытырлақ біздің чебурекиіміз. Ешқандай жұмыртқа, ештеңке қоспай-ақ, мінекей қарапайым осылай да тез балаларыңызға пісіріп бере салғанға өте ыңғайлы және дәмді. Мінекей, чебурекиларымыз дайын болды. Барлықтарыңызды жасап көріңіздер. Шетіндегі қалған қамырлары осылай майға қуырбасаңыздар болады. Қытырлақ болады. Бұның өзін жеп қояды балалар. Мінекей, өте көп, мол шықты. Бүкіл отбасыларыңыз тойып жейді. Жасап көріңіздер, ас болсын.